мыналар ас үй тарақандары. Олардың түрлері әртүрлі. Біреулері сары болады, қаралау. Ас үй жиһазының төбесінде және абайдың артында көбейеді. Мен кішкентай бөлме болған соң бұл үйдің барлық жерінде жүр. Бұларды да пайда болғаннан бастап тез құртып тастамаса көбейіп кетеді. Егере алмай қаламыз. Жай тарапан ғой деп қарауға болмайды. Бұл өзі ғана 30-40 жұмыртқа қалдырады. Содан көбейгенін байқалмай қаламыз. Қазір мынандай тумбочка бар. Соның үстіне шығамыз. Бұның астыларында болды. Арасында жүрген. Осының бар тарапандар. Размерлері әртүрлі. Кішкентай болған кезде бұларды қандала деп қалады. Қандала емес. Таракандар. Үстімізде шығыпты. Өңесінде аласың. Бұлар өздері ірі ғой, енді басқа жәндіктерге қарағанда. Үй жәндіктердің ішінде. Сол үшін дәрі бірден әсер ете бермейді. Сәл нашарлап жатқан түрі. Кейде талып қалады, өтірік өлген сияқты. Жаңағы егер дәрінің күші аз болса, өтірік талып қалады. Біраз уақытқа дейін ұйқыда жатады, кейін тұрып қашады. Кішкентайлары. Осындай абойлар көтеріп тұрса, бұларды қандала сияқты абойдың астына жұмыртқа қалды. Мынау соның капсуласы. Осы капсуланың ішінде жұмыртқа қалдырады. Жұмыртқаны басында сұйық болады, олар кейін ашып шыққанда ішінен 40 штук. Кемі 30-40 дана тарақан шығады. Қандала емес тарақан. Капсуланы қауіпсіз жерге қалдырады. Таракан езіп жүгіріп жүрген түрі. Біреу пайда болды ма, өзі дәрі шашып өлтірудің амалын жасау керек қой. Осылай толып кетеді. Сосын бұлар денсаулыққа зиян. Капсуласы. Біз кір жерді басып, адамның тамақ ішетін жеріне өтіп кете береді. Бағанағысы дәрінің әсерінен өліп жатыр. Міне кішкентай дәрі шығып жатыр енді балалары. Мынау үлкені өліп жатқан, мынау жұмыртқадан шыққан балалар. Осындай бір өз шықты дегенше үйіңізде 40 таракан бар дей беріңіз.